Бәйтерек ұлттық холдингі орта бизнесті қолдауға арналған жаңа бағдарлама әзірледі. Осылайша олар мемлекет пен ұлттық кәсіпкерлер палатасы және бизнес пен екінші деңгейлі банктердің барлық мүмкіндіктерін бір арнаға тоғыстырмақ. Еліміздегі шикізаттық емес экспортты дамытып, өнеркәсіп өнімдерін өндіруді біріздендіру бағдарламаның басты ұстанымы. Бұл жалақысы жоғары жұмыс орындарын ашуға әрі импорт көлемін азайтуға септігін тигізеді. Ал игі бастама іске асқан кезде жаңа 20-30 компания пайда болады. Нәтижесінде өнім көлемі орта есеппен жылына 10, ал экспорттық әлеует 30% артады. Бұл бағдарламаның аты біз бәсекелестіктің көшбасшылары деген атын бердік. Біздің мақсатымыз сондай көшбасшыларды таңдап, соларға қолдау көрсету арқылы оларды экспорттық нарықтарға шығару. Бұл орта мерзімдік бағдарлама деп айтуға болады. Өйткені біз бірінші 1-2 айдың ішінде 3 сектордың ішінде осындай компаниялар тауып, және 3 жылдық, 4-5 жылдық бағдарлама арқылы қолдау көрсетіп, оларды дамытатын боламыз.